4 plus 5 bölüngen x kvadrat plus 1 teң 2 turuncuya katlayalım. Bu şekilde teңдерін шешейік. Bu teңдерді шешу үшін біз жеңіл болу үшін жаңа айныманы енгізіп аламыз. X kvadrat plus 4'tü A деген жаңа айныманы белгілейік. Енді x kvadrat plus 4'tің орнына A'ны теңдерді қайта жазып аламыз. X kvadrat plus 4'tің орнына A koyalım. Plus 5 bölüngen x kvadrat plus 5'tің орnına A plus 1 болады. Teң 2. Енді бұл теңдерді шешкен кезде, бұдан шешкенде ортақ бөлімге келтіреміз. Және A plus 1'ге көбейтеміз бірінші өсекті, екінші өсекті A'ға көбейтеміз. Теңдіктің оң жағын A plus 1'ге көбейтеміз. Және бөліміне ортақ болғаннан кейін бөлім жазбай өтеуесектер болады. A бөлім үлкен деген шартты бердік. Себебі x квадрат бөлінген 4 бөлінген A'да бөлім үлкен. Сонда 4 A plus 4 болады. Plus 5 A болады. Teң A kvadrat plus A. Ол 2'ye böleceğiz. 2 A kvadrat plus 2 A bölünген. Енді бәрі kvadrat теңдер болады. Бәрін бір жаққа жинақтап, бір жағын нөлге тең ескерейік. A kvadrattың таңбасы 10 болу үшін бәрін теңдіктің оң жағына өткізейік. Сонда 2A kvadrat 4A 5A 9A болады. Теңдіктің жағына минус 9A болып өтеді. Және мына жақта 2A болғаннан кейін минус 7A 4 деп бір қылынса, теңдіктің екі жағына минус 4 тең 0 тең болады. Енді A'ға байланысты квадрат теңдер болды. Квадрат теңдерді шешеміз. A бірінші, екінші тең. Мына жерде минус 7 болады, плюс 7 болады. Плюс минус бір астында дискриминантты есептеуге береміз. Минус 7'nin квадраты 49. 49. Енді 4 асы 4'ге A'ны көбейтсек A 2'ге тең болып тұр. 8. 8'ге минус 4 көбейтсек плюс 32. Бөлімінде 2A 2 көбейту 2. Тең аралай жалғастырамыз. 7 плюс минус мына жерде бірден жазайық. 49'ны 32'ні қоссақ 81. 81'дің 9 болады. Бөлімінде 4. Сонда A біріншіміз тең болады. Минусымен алсақ A'ның да минус 2 бөлінген 4 минус 2 дейміз. A екінші тең болады. 7 плюс 9 16. 16'ны көтерсек 4. A'ның екі түрін таптық. Минус 2'ден 1 және 4. Енді A'ны белгілеп алған кезде басқа айтып кеткенбіз. A'ны нөлден үлкен болу керек. Демек, мына шешімді A бірінші минус 2'ден шешімін алмаймыз. Енді тек A 4'ге болғандағы жағдайын ғана қарап отырамыз. Белгілеп алған жерге кетеміз. X квадрат плюс 4 тең A тең 4'ге. Сонда x квадрат тең 0'ге, x тең 0'ге деген бір ғана шешім болады. Жауабы x тең 0'ге.